Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Бүгінгі видеода сәбіз салатын дайындаймыз. Кәрістердің ащы сәбіз салаты тәбетті ашатын ең оңай дайындалатын сәбіз салат. Ол үшін бізге 500 грамм сәбіз, ең ірісін тазалап дайындап аламыз. Содан соң барлығын теркадан ұзыншалап өткізіп шығамыз. Міне дайын болды. Сәбізіміздің барлығын өткіздік. Енді осыған 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз. Және мына жерде менде 70 граммдық уксус, осыдан 2 шай қасық уксус араластырамыз. Бұл жерде 9%-тік уксусты қосып араластыруға болады. Және осының барлығын араластырып аламыз. Қазір енді бұл сәбіз қатты, соны қазір қолмен езіп жібереміз. Қолмен қатты езіп, қосқан тұзымыз, қантымыз барлығы араласады, сәбізіміз жұмсарады, шамалы басылады сәбізіміз, суланып, астынан соктары шығады. Енді осыны тағы да 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Енді мына жерде дәмдеуіштер қосамыз. 3 бас чеснокты теркіден өткізіп аласыздар. 4 бас чеснок қосуға да болады. Мен енді 3 бас чеснокты қосып жатырмын. Енді дәмдеуіштерді араластырамыз. Паприка, қызыл ащы бұрыш және кориандр. Барлығы 1 шай қасықтан. Тапаны қыздырамыз. Тапаға сұйық майды құямыз 80 граммдық. Бұл май қызам дегенге шейін укроп пен кинзаны араластырып аламыз. Бұл жерде менде кепкен, қыста кептіріп алған кинза мен укроп. Қызып тұрған майды төбесінен тез құйып жібересіздер. Және енді бұны қазір ыстық қасықпен араластырып аласыздар. Әрмен қарай қолмен езіп араластыру керек. Барлық дәмдеуіштер езіліп сәбізге араласу керек. Енді осыны араластырып болғаннан кейін тағы да мұздай жерге 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Содан кейін қосқан дәмдеуіштердің барлығы еріп, дәмі керемет болып шығады. Міне біздің корейский сәбіз салатымыз дайын болды. Енді осы сіздерге көрсетіп жатқан видео ролигім пайдалы болып, ұнап жатса, құрметті көрермендерім, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментария бөлігіне өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Көріскенше сау болыңыздар.